Читамбарам Аравин Арджун Эригайси. Ченнай Гранд Мастерс. D4 ATF6 PLG5 бұл Трамповский бастамасы. D5 E3 G6 At D2 негізгі орталықты бақылауды ұстау. PLG7 ATF3 рокировка PL2 C5 C3 B6 рокировка PLB7 B4. Осындай қисық қыңыр варианттарды Үндістанның ойыншылары ерекше жақсы көреді. Өздері бұл жүйелерді жақсылап тұрып зерттейді және көп адамдарды осындай жерде ұстайды. Ат BD7 алдық және уәзір B3. Филидорды есімізге түсіреміз және B7-дегі пілге шабуыл. Уәзір C8, A4, H6 және тура B1. Батареяны құрды. Мен мынаны алам, сен мынаны аласың деген сияқты. Піл C6 және піл F4. G5. Түсініксіз шешім. Не себепті Арджун осындай шешім қабылдайды. Мына торлардың әлсірегені ерте ме кеш пе міндетті түрде білінеді. Піл негізгі орталыққа барды. C4. Мына пілдің де жағдай маған мүлдем ұнамайды. Өйткені қысылып тұр деп отқаным ғой. Уәзір A3, тура E8 және H3. Піл F8, уәзір A2. Читамбарам осы дебютті жақсы білетіні көрініп тұр және кішкене болса да тәжірибесі көбірек Арджун Эригайсиға қарағанда. G4, AG, At G4. Енді қатты тым енді шілей бұлай ойнауға болмайды. Өйткені мына патша қанаты дәл қазір әлсірек қалды. Неге? Себебі тым ашылып қалды деп отқаным ғой. Піл G3, піл G7, тура F E1, F8 және At H2. Мына аттың көзін жою. Және мүмкіндік бар болса, патша қанатындағы ойыншылардың санын азайту. Алдық, орталықты қопарды, алдық және At F3. Енді мына пілдің жағдайы керемет деп айта алмайым. Мына аттың бір жағдайы керемет деп айта алмайым. Арджун мүмкін артық қылам деп тыртық қылды ма деп. E6 және тура BD1, бұлай және At D4. Әрине, мына атпен мына атты салыстыруға келмейді. At G6, піл H5, тура G5 және уәзір E2. Байқасаңыздар, патша қанатындағы басымдық деген айқын, ал мыналар не істеп атқаны белгісіз. Уәзір D7, F4, бірден мына белсенді тураның көзін жою, G7 және C2. Мына F5-тегі торды бақылауға алу. Атпен міндетті түрде барады. Бұл атақты Каспаровтың сүйікті аттарының бірі. At E6, At F5, бұлай және E4. Сонымен орталықты қопарды және қарсыластың дайын емес екені осындай кезде көрінеді. At F4, ED, F6. Енді қаншалықты мына торлардың әлсеп қалғаны көрініп тұр. Және 3.98. Піл G4, уәзір D8 және тура D4. Енді мына ойыншының көзін жою. At D3, тура F1, At негізгі орталыққа барды және піл H3. Әрине, ана пілді бермеуге тырысады. Бірақ тағы да бір айтайын, қараңыздар, патша қанатындағы жағдайдың қаншалықты қиын екенін және ешкім қорғамайтын көрініп тұр. H8, D6 бұл енді өтетін сарбаз, қаншалықты қауіпті екенін сіздер білесіздер. Уәзір G8, тура F4, уәзір G5 және At қомағайлар қатарына кірді және мына F6-дағы сарбазға шабуыл. G7 алдық және F8. Енді барынша позицияны тыныштандыру керек және қарсыластың мүмкіндігін азайту керек. At D3 бұл енді 8 аяқ ат деп аталады, бірақ қаншалықты керек екені түсініксіз. Алдық және D7. Бұл өте қауіпті өтетін сарбаз. Себебі сіздер жақсы білесіздер, бұл орталықта өтетін сарбаз. Уәзір E3 және уәзір F2 осымен ойын аяқталды. Бұлай алатын болсаңыздар, онда жаңа уәзір шығады да, соңғы мына аттың көзін жояды. Керемет. Читамбарам Аравин Ченнай Гранд Мастерс жарысының жеңімпазы. Құттықтаймын.